Адамдарда үш түрлі қалау болады екен, жақсылар. Біздің қалауымыз болады ғой. Сол қалау ол нәпсі деп айтылады. Нәпсі бұл ішкі қалау. Қалау үш түрлі болады екен. Деңгейменен үш түрлісі, яғни бірінші әдетке айналады екен. Екіншісі бұлай кәдімгідей ашкөздікке айналады екен. Үшіншісі тойымсыздыққа айналады екен. Сондықтан бұл үш қалаудың өзі, қалауыңды орындай берудің соңы адамды жүрегін ашкөздікке, тойымсыздыққа, сондай бір тәуелділікке апарып тастайды екен. Сондықтан да Аллах тағала біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мынадай бір хадисті айтқыздырды. Айша анамыз айтты, пайғамбардың сөзі Құран еді ғой деп отыр. Оның өмірі Құран еді ғой деп отыр. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құраннан артық бір сөз сөйлемеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, Алладан пана сұраңдар деді. Я Алла деп пана сұраңдар. Я Рабби деп әр күні біздер пана сұрауымыз керек. Әдетке айналдыратын ішкі қалауымнан сақтай көр. Ашкөздікке апаратын ішкі қалауымнан сақтай көр. Тойымсыздыққа апаратын ішкі қалауымнан сақтай көр деп, ішкі қалауымыздың сондай бір тереңдей беретіндігін айтып тұр бұл жерде. Содан сақтай көр. Әдетке айналып, керек десеңіз еттің өзін жеу халал. Сахабалар, бір сахаба кетіп бара жатыр еді. Қайда бар жатсың деді, базарға деді. Базарға жаймет деп еді, ет жегім келді дейді. Сонда сен қалағаныңды алып жей бересің ба деп еді, жаңағы сахаба бірден қайтты. Бұл ішкі қалауды орындаған сайын бізді жан рахатына, тән рахатына бейімдей береді екен. Иманыңды әлсірете береді екен. Сондықтан мынау гарилла дейміз, темекі дейміз, соның бәрі жайлап басталды барлығы. Қазір түнде жаңа ұйықтамау бар ма, телефон шұқылау бар ма, бұның бәрі ішкі қалаудан басталады. Бұл әдетке айналатын қалаудан сақтай көр деп дұға қылуымыз керек. Алла, мені әдетке айналдыратын нәпсінің сондай бір әдетке айналдыратын амалынан сақтай көр. Ішкі ашкөздігімнен сақтай көр. Бола берсе, маған ғана болса екен деген ашкөздіктен сақтай көр. Ішкі тойымсыздықтан сақтай көр деген тойымсыздық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, бір кісіде 2 сай алтыны бар болса, 3-ші сай алтын тағда болса екен деп сұрайды дейді. Тойымсыздық деген сөз өзімде ғана болса болды деп, біреу сұраса ашуланады екен, біреу қайырымдылық сұраса, жәрдем сұраса бермейді.